Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен бөдененің жұмыртқасы туралы айтатын боламыз. Алдымен каналыма лайк басып, жазылуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Сіз білесіз бе, Жапонияда әрбір бала күніне 2 бөдене жұмыртқасын жейді. Өйткені бөдененің еті де жұмыртқасы да мың түрлі дертке дауа. Адамның ойлау қабілетін арттырып, ағзаны түрлі жұқпалы аурулардан қорғайды. Ал дәмі тіл үйіреді. Әрі тойымды. Дәлірек айтсақ, кәдімгі тауық жұмыртқасына қарағанда 1 грамм бөдене жұмыртқасының құрамында А және Д дәрумендер 2 есе көп. В тобындағы дәрумендер анағұрлым, яғни 6 есе, фосфор, калий және темір 4-5 есе жоғары. Бұл диеталық өнімді мыс, кобальт, никотин қышқылы мен амин қышқылы да мол. Тағда бір дәлелденгені бөдене жұмыртқасы тауықтардікіне қарағанда микробтардан таза келеді. Бұл ғалымдарды әлі күнге дейін қайран қалдыруда. Өнімнің басты ерекшелігі өз қасиетін жоймай ұзақ сақталуында. Бөлме температурасы жағдайында айға жуық, ал тоңазытқышта 60 тәулікке дейін сақтауға болады. Бөдене жұмыртқасы емді қасиеті. Мамандар бөдене жұмыртқасын әсіресе балаларға, қарттарға, аяқ ауыр және емізулі баласы бар әйелдерге, сырқат және әлсіз жандарға жиі тұтынуға кеңес береді. Себебі бұл өнімнің адамның иммунитетін көтеріп, сергітетін қуаты мол. Нақтыласақ, бөдене жұмыртқасы мынадай ауруларға таптырмас ем. Бас ауруына, демікпе және туберкулезге, қан қысымының көтеріліп және түсіп кетуін реттейді. Бүйрек, өкпе, асқазан, ішек ауруларын, асқазан жарасын жазады. Сақтау қабілетін жақсартады. Сәуле ауруларына, анемияға, бөртпе және диатезден құтқарады. Салқын тию, тұмауға, бұлшық еттен сүйектерден қатайтады. Баланың есте сақтау қабілетін арттырады. Сонымен қатар жұмыртқаның ашылған қабығын тастамай, жуып, газ немесе әсел пешінде сәл кептіріп, кофе ұнтақтауыштан өткізуге болатынын қолданылғандар айтуда. Олар дайындалған ұнтақты ірімшік, айран, тамаққа болмаса суға 1 шай қасықты қосып ішуге кеңес береді. Өйткені оның құрамында 90% кальций мен 27 микроэлемент бар. Ал сіз бөдене жұмыртқасының қандай пайдасын білесіз? Комментарияға жазып, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.